Сіздер Теміртаудың атынан барып келдіңіздер. Павильонда қара металдар металлургия, енді бренд бізде Кармет болды. Бүкіл жаңа тренажерлар цехтың аналогтары Карметтің. Сол жағынан бізде кішкене қиыншылықтар болмады да. Үйге жақын грант деп сөз саған. Скоро Франция өтеді. Біз жақта уже полный көрсетеміз. Армысыз ардақты ағайын. 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы. Өндірісті өлкенің бірі саналатын Теміртау үшін бұл кәсіби мерекелік жыл деп толық негізде айта аламыз. Сондықтан да 24/7 медиа алаңының қонағы ретінде бүгін Теміртау жоғары политехникалық колледжінің қара металдар металлургиясы кафедрасының меңгерушісі Ерлан Қызылбаевты және осы кафедраның 4-ші курс студенттері Айбар мен Дидарды қонаққа шақырып отырмыз. Олай болса, сұхбатымызды әңгімемізді бастасақ, әңгіменің әлқисасын Астана қаласында өткен жұмысшы мамандықтар қаласы фестивалінен бастайық. Сіздер Теміртаудың атынан барып келдіңіздер, қаламызды, өндірісті таныстырып келдіңіздер. Осы туралы не істедіңіздер, соны толығырақ айтып өтсеңіздер. Біздерде, получается, қашан айтты, оны еще январь кезінде айтқан еді, осындай мероприятие болады, дайындалыңдар деп. 10 бала деген сөзі. Сөйтіп сол дайындалып сосын тағы уақыт созылып жүрді. Потом уже 6 бала болып қалдық. Сосын біздерді екі қазақ болып алды, қазақша сөйлесіңдер деп. Сөйтіп біздер андай екінші курстан бері орысша дайындалып жүрген адамбыз ғой біздер. Тұрады да ойлап қалдық, сосын қалай айтсақ болады, бізде уайым қайғы болып кетті. Сосын жүрдік, бардық, сосын бір адам келді. Соны айтып шықтым полный. Айбар екеуміз айтып шықтық, сол кезде уже полный успокоение болып қалды бізде полностью. Ереке, сіздерде бұл фестивальге осы политехникалық колледждің базасындағы құралдарды, жабдықтарды апардыңыздар, иә? Иә. Жалпы бұл білім беру процесінде қолданылатын жабдықтар ма, әлде қалай осы туралы толығырақ? Иә, осы тренажерлар бізде 21 жылда сатып алғанбыз, жас маман бойынша проект. Бізде болат балқытудан процестері көп. Енді сол тренажерлар как раз біз экспода көрсеттік. Біз 4 тренажер апардық. Ол инновациялық тренажер, кәдімгідей бір тренажер, екі жарым сағат жұмыс істеуге болады. Маркасы болатын марка стандарт, студент онымен жұмыс істейді. Ол аналог, Карметтің аналогы тренажерлар. Сондықтан біз уже январьдан бастап студенттерге көрсетіп, түсіндіріп, қалай болады экспода, қалай главный фестивальдің маңызы ғой, ол не? Ол школьниктен 9-шы класқа келу керек, профориентация дегендей. Сондықтан 27 декабрьда президент жұмысшы мамандықтар жылы жарияланды. Сонымен біз уже 6 студент таңдап, олармен бірге жұмыс істеп, и содан кейін уже экспоға бардық уже. Біз 8-ші ақпанда келдік, и 15-ші ақпанға дейін сонда болдық уже павильонда. Қара металдар металлургия, енді бренд бізде Кармет болды. Осы Кармет деп айтып қалдыңыздар, сіздер енді осы жұмысшы мамандықтар дайындайтын оқу орнысыздар, иә? Қаладағы бірден-бір оқу орны деп айтуға болады. Оның ішінде енді университет бар, бізде олар жоғарғы мамандықтар дайындаса, сіздер нағыз жұмыс істейтін топтарды. Орташа маман дейміз, да? Орташа маман. То есть 4-ші курс олар техник алады, техник металлург. 2-ші, 3-ші курста олар как раз жұмыс мамандығын алады. Это конвертер жүктеу операторы и балқытушы, столевар балқытушы. Как раз ол. Карметпен қандай бір байланыс орнаттыңыздар ма? Әріптестік байланыс, бір білім беру бағытында олармен келісімдер, қолдаулар болып жатыр ма? Иә, қазір Карметпен, ең үлкен бізде Кармет қой, Теміртауда, металлургтың қаласы ғой. Сондықтан олар 2-ші, 3-ші курста уже практика өтті комбинатта. Сондықтан біз именно опытный балаларды алдық, 4-ші курс, уже который түсіндіре алатын. Енді сол фестивальда школьниктардан басқа министрлар, акимдар жүреді, управление басқару меңгерушілер бәрі жүр. Сондықтан оны представить болу керек достойно. Қалай болады, қандай оборудование біз апардық, не үшін. Сондай мәселе шештік. Енді жалпы біз әдеби тілде де, қоғамда да Теміртау металлургтер мекені деп қолданып жүрміз. Екінші аты бір Құрыш қала дейді. Яғни осы болаттың өндірісіне байланысты. Білуімше сіздердің барлықтарыңыз сол металлургтер отбасында тәрбиеленген азаматсыздар, иә? Сіздің Ереке, сіздің әкеңіз металлург болды, сіздердің ата-әжелеріңіз, аталарыңыз, өздеріңіз енді болашақ металлургсіздер деп айтуға болады, 5 минутсыз. Бұл мамандықты жүрекпен таңдап келдіңіздер ме? Жоқ әлде үйдің қасында ғой, грант көп екен деп сөз алдыңыздар ма?
жоқ, вот өзім кішкентай кезде бір қызығатын едім осы болат балқыту процесіне. И сосын атам жұмыс істейді, ойладым аяқтау керек дегенде бастап кетіреді тағы артынан. Атаңыз болат балқытушы ма? Иә, болат Аты жөнін балқытушы. айтып өтсеңіз, кім ол кісі? Тәңір болат. Тәңір болат Иә. дедіңіз, иә? Сөйтіп өзім қызыға бастадым. Сосын осы политехнический колледжға келдім. Сосын как раз Ерлан Құрович кездестіріп алды мені. Айтты, там түс, стипендия бәрі жақсы, оқу жағынан бәрі жақсы. Өзі тренажер кешендері бар, полный үйренесіңдер деп. Дайын маман болып шығасыңдар деді бізге. Үйрендіңіздер ме? Я шүкір Аллаға. И вот біздер екінші курста сол тренажер кешеніне отырдық. Как раз сол кезде конвертерді үйреніп бастадым мен. Үшінші курста біз практикаға жүрдік. Как раз уже андай үшінші курста уже более-менее жұмыс істейтін уақыт қой, жасымыз 18-17-те. Сөйтіп біз жұмыс істеткізіп қойды, біздер өзіміз проба алдық, конвертерді қимылдаттық өзіміз, кокс бәрін өзіміз, бәрін уже процесін бәрін түсініп тұрдық біздер қалай болатынын. Практикадан өту барысында карметтен өттіңіздер ғой, иә? Өндірістік көзбен көргенде қандай сезімде болдыңыз мысалы? Енді біз жаңа аппараттық тренажерлар болғандықтан бізде қиыншылық болмады да. Уже аналогтар болғаннан кейін бүкіл жаңа тренажерлар цехтың аналогтары карметтің. Сол жағынан бізде кішкене қиыншылықтар болмады да. Если сол жаңа тренажерлар болмағанда бізде уже андай понимание болмайтын еді да, жаңағы мынау не қандай конвертер екен. Уже ана жерде біз тренажердан үйренгеннен кейін сол уже пеш жаңа бәрін уже бізде үлкен понимание болды да, үлкен тәжірибе. Сол жағынан бізде қиыншылық болмады практика жағынан. Менің өзім мысалға металлург мамандығына оқыдым мектеп бітіргеннен кейін. Бірақ енді жаңағы әзіл ретінде айтсам да, негізі бір жағынан шындық қой, біздің қатарымызда ондайлар көп болды. Үйге жақын грант деп сөзсаған. Кейін практикаға барған кезде заводты көріп, анау домна пешінде болған шығарсыздар, иә? Домна пешінде өттік қой Домна практика. пешіндегі температураны көрген кезде әуелгі ойынан айнып тіпті кетіп қалып жататын азаматтар көп кездеседі. Мүлдем бұл сала біздікі емес деп. Сіздерде ондай қорқыныш болған жоқ па? Бірінші жасында біздер как раз вот екінші курста практика болды. Сол кезде біздерде домна пешінде жүрді. Қасында еще коксахим андай иісі, противный еще шум. Сөйтіп біздер жүрдік. Сол кезде экскурсия басталды, полный көріп шықтық. Лас цех, бірақ қалай сол пользасы көп. Бізде полный цикл ғой. Пользасы прям жақсы. И жұмыс орнында жұмысқа өте болсын. Жалпы енді бүгін биылғы жылды мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Өйткені мойындау керек, қоғамда негізгі экономикалық күштің бірі саналса да, жұмысшы мамандықтарға деген көзқарас нашарлап, бұл бір танымал емес сипатқа ие болды. Қазіргі кішкентай балалардан сұрасаң, әнші боламыз дейді, блогер боламыз, блогер боламыз деп, металлург боламын дейтін, бір тракторге отырамын дейтін баланы кездестірмейсіз, иә? Енді осы бағытта енді мектептермен жұмыс істеу, насихаттау бағытында Ереке қандай жұмыстар істеп жатсыздар? Бізде ай сайын бізде получается мектептерде каникул болғанда, это күзде, көктемде, қыста профпроба деген балалар келеді, біз данный аламыз, каждый әр мамандық өзіне дайындалады. Қандай ол мамандық не істейді? Мысалы металлургияда тренажерлар отырады, құрылыста шпатель алады, там кірпіштер салады. То есть балаларға білу керек, болашақта қандай мамандық болады. Мысалы қазір бізде бүгін только өтті жас skills деген. И олар уже кәдімгідей көреді, не деген, қандай мамандық, қалай түсем, не болады, не істеймін, өз көзбен көреді, и өз қолымен жасай алады. Это өте пайда болады балаларға. Олар сосын сіздерге оқуға түсу барысында бір жеңілдіктер бола ма? Өйтіп келіп көріп? Иә, олар сертификат алады, диплом алады, түсіге ол жеңіл болады как раз. Кейін мысалға түсіп оқып жатыр, сіздер мысалға 4-ші курсқа келдіңіздер. Ертең бітірген соң жұмыс таппай қалу деген қиындықтар болмай ма? Жоқ, деп ойлаймын. Біздер қарметпен полный сотрудничество жақсы. Біздерді қалайсы солардың программасына қарай дайындайды. Қарметте сіздерде анау кітаптағы берілген бір практика ғана емес, біздің өзіміздің заводтың базасына сай. Бізді сол практикаға жібереді ғой карметтен. Сондықтан бізде уже прямой связь болады да карметпен. Бітірген соң уже жұмысқа алу жағынан бізде қиыншылық болмайды. Өйткені кейбір жағдайларда болады ғой, енді теория мен практиканың алшақтығы болады, немесе кітапта жазылған бір домна пешінің құрылымы кітапта басқаша болса, біздің жердің, табиғаттың менталитетіне байланысты бұл өзгеріс болуы мүмкін да әр жерде. Бізде қазір жұмыс оқу жоспары, біз карметпен келісеміз полностью. Қандай ішінде 4 жыл нені оқытамыз?
каждый әр модуль деген не оқу керек, қандай металлургия, қандай цех салып жатыр ма, ішінде не өзгерістер бар, біз полностью олармен келісеміз и потом уже оқу басталады оларда. Солармен программасы бірге. Жаңағы материалдық техникалық базалар, тренажерлар бар деп қалдыңыз, жарайды. Кітаптармен қамтамасыз ету жағы қалай? Біз оқып жүрген кезде бұрын енді 2011 жылдар деп айтуға болады. Қазақ тілінде металлургияға қатысты кітаптар таппайтынбыз. Жоқ, қазір көп кітаптар. Москобойниковтың жаңа черный металлургиясы болатын, 80 жылдар. Ол азбука ғой, қазір металлург білу керек, ол азбука именно бүкіл процесс, бүкіл технология, оны оқып шықса, уже толық металлург шығады. Но бірақ қазір кітаптар шығып жатыр қазақша, біз заказ береміз. Енді понятиесі бар аттестация колледжа, біздегі аккредитация, международный халықаралық аккредитация болады, енді басталайын деп жатыр. Бізде отраслевая, именно қара металлдар металлургия басталады. И біз уже сондай жұмыс группа ашылды и бастаймыз. Обязательно условия ол кітаптар болу керек. Қазақ тілінде де бар бізде, неше экземпляр көп. Біз заказ береміз. Өзіміз университетпен, мұғалімдердің, профессорлармен бірге кітап тоже жасаймыз и шығарамыз. Жаңылмасам, осы металлургия тек бізде ғана оқылады. Иә, қара металлдар металлургия бізде Қазақстанда, это қазір үш колледж дайындалады. Это бізде техникалық экономикалық колледж, Кармеу жанында и Аксусский колледж, Павлодар облысы. Иә, қазір еще тағы юг жақта ашылайын деп жатыр тоже бір колледж. Қалғандар это уже түсті металлургия. Енді жалпы жұмысшы мамандықтарға өздеріңізді қалай қабылдадыңыздар? Сіздердің жылдарыңыз деп биыл жариялады ғой. Бір ерекше сезім бірдеңе болды ма, әлде кезекті жылдың бірі деп қана қабылдап жатсыздар ма? Бір не күтесіздер осы жылдан? Көп мероприятия болады. Біздер уже өзімізді көрсеттік, көбісіне біз енді алады десек болады. Допустим, осы аккредитация деп жатыр, скоро Франциямен өтеді. Біз жақта уже полный көрсетеміз цикл. Франциямен болғанда ол Францияға барасыздар ма? Сіздерде олар келе ме? Жоқ, Франциямен зуммен полностью уже шықтық. Онлайн будет аккредитация, то есть полностью базаны көрсетеміз. Қандай программа бізде жоспар полностью оларға береміз. И оны отраслевая аккредитация дейміз. И бізде институционально полный колледж аккредитация өтеді. Жалпы бұлай шетелмен байланыс бар ма колледждің? Қазір бізде договор бар, бізде Китаймен. Қазір бізде директор Китайға барады, тоже бір проект бар. Содан кейін Евроскиллс басталады, Туркскиллс, то есть это уже WorldSkills деген направлениясы бар. Әр мамандықта WorldSkills чемпионат білесіңдер ма? Сондай үлкен чемпионат, енді бірінші қалалық дейміз, городской, содан кейін облыстық и республикалық. Кім республикалық жеңеді, уже международныйға шығады. Сондай WorldSkills проекті бізде осы алдыңғы жоғары политехникалық колледжінде олимпиада өтті. Халықаралық олимпиада. Бізге Россия, Липецктен келді. Россия. Вот Липецкий металлургический колледж бізде договор бар. Айбар как раз екінші орын алды халықаралық олимпиада. Енді биыл Липецк өткізеді екінші халықаралық олимпиада. Тоже вот барайын деп жатырмыз. Сіз барасыз ба? Иә. Екінші орын алғаннан кейін бірінші орынды алғым келіп отыр. Сол Ресей қаласы. Жалпы қалай екен ол жақпен осы жақтың байланысы, сұрақтарда бір қиындықтар бірдеңелер болды ма әлде? Жоқ, қиыншылық болған жоқ. Бәріміз енді металлург болғаннан кейін бәрімізде общий связь бар. Сондықтан оларда да біздікінде аппараттық тренажерлар бар, сайт компаниясынан. Сондықтан олар да келді. Жаңа Ресей қаласынан келген Сергей, қателеспесем, сол Ресей қаласынан келді. И уже ода қиыншылық болмады тренажердан. Ол да қатысты, үшінші орын алды. Яғни сіздерде бұл олимпиада жай ғана білім сынасу емес, сонымен қатар жаңа әріптес табу, жаңа достар табу бағытында. Енді қазір дайындық қалай болып жатыр Ресейге баруға? Сол жаңа аппараттық тренажерлармен дайындалып жүрмін. Жаңа осы Астанада барғаннан кейін де кішкене тағы опыт жинадым тренажерлардан. Енді дайындық жүріп жатыр. Түсінгенім ол мини-завод қой, былайша айтқанда, аппараттық тренажерлар. Мини-пеш сияқты. Иә, бір жұмыс істейсіз кәдімгідей, онда сол бүкіл конвертерный заводтың бір онлайнда жұмыс істеп отырған сияқты нәрсе ма? Ну, әр цехта, мысалы, үлкен домна пеш, кім оны басқарады? Енді специальный пульт управлениясы бар, мониторлар үлкен бар. То есть шихта подача қалай береді, қалай газ береді, это полностью оператор отырады ғой әр цехта. Тура сондай бізде такой тренажер, только мини. И сонда бүкіл процесс, то есть технология білет, қалай загрузка болады, пульт управления, анимация, все жасалынған компаниясы, Ресейдің компаниясы, да, Сайк, ол Магнитогорск қаласымен бірге. Олар да үлкен комбинат біздікіндей.
тура сол аналог істелінген. И баларға уже жақсы. Тура сондай бізде 3D атлас бар. Бірінші олар теориялық оқытқан кезде 3D атлас деген әр пеш вращение жасайды. Сосын тестілеу өтеді. Қалай, дұрыс па, қате ма, сонысын уже тренажерлар отырады и полностью жұмыс істейді. Зато практика шыққанда оларға жеңіл болады. Уже түсінеді, не деген металлургия, қалай управление жасайды, не істейді. Сондай бізде. Сіздер бұйыртса жазда диплом аласыздар. Металлург. Әрі қарай не істейсіздер? Жұмысқа барасыздар ма? Жоқ әлде білімді жетілдіру? ВТУЗға түсейін деп отырмық біздер. Уже ол жағынан қатты қорықпаймыз. КТА бәріне дайындалдырады бізді. Вот ағай уже жіберді полный тест вопростарды. Біздер соған дайындалу керек, асықпай. Яғни әрі қарай жоғары білім аласыз. Жоғары білімге. Одан кейін енді ғылыми бағытқа қарай қолға алу, Магистратура. доктор болу деген ой бар ма? Сол магистратураға ой бар. Сол магистратура осы металлургия саласын жалғастырғымыз келеді өзіміз. Енді бір жаңалық ашқыларыңыз келе ма? Мүмкін қазірдің өзінде бір идеяларыңыз бар шығар, мына процесті былай жетілдірсек. Енді жоғарғы білім алғанда инженер болып шығады, иә, бұл кісілер? Қазір Техник металлург қазір бітіреді. Металлург, Сон бакалавр металлургия. бакалавр металлургия. Бұрын инженер деген сияқты Ну, болып жатыр иә. ғой. Бұрында инженер біз бітірген кезде, қазір же үш уровень системасы бакалавр, магистр, доктор, PhD. Сондай қазір. Жақсы. Енді болашақтарыңызға көптен көп үміт артамыз. Рахмет. Теміртау мықты білікті кадрларға зәру. Оның ішінде қазіргі таңда жиі айтылатын мәселе бұл ұлттық кадрларды қалыптастыру. Теміртауды салған адамдар, осы теміртауды көтерген адамдар металлургтер барлығы қажет кезінде құрылысшы да болды, қажет кезінде грузчик та болды. Сөйтіп жұмыс істей жүріп білімін жетілдірген болатын. Енді осы аталарымыз салып кеткен алып завод сіздерге аманат деп айтуға болады. Істеріңізге береке тілейміз. Алдағы уақытта енді бұйыртса бір 5-6 жылда Қазақстанның көрнекі жас ғалымдарының қатарынан көреміз деген сенеміз. Студияда қонақ болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сізге рахмет. Сізге рахмет.